кәдімгі асхат санамағанда. Неге мен санамайсың? Сал. Не істейміз енді? Арайсың неғып Сараны таңдадың? Енді ол мафия ғой. Мафия болса не болыпты? Мен таңдамадым ба? Менде негізі басқа жоспар болған. Сендерге рациямен барып, не болғанын айтып берем ба деп ойлаған ғой. Бірақ болмай қалды да. Ережеде мафияны жеңу керек еді ғой. Сонда бәрі бітеді. Бітпеді ғой әлі сол. Әлде бәрі бітті ма? Негізі екі мафия болу керек қой, арамызда бір мафия бар. Өйткені мен жазғанда екі мафия дедім ғой. Қайсысың енді? Бәріміз айтып шығайық. Алдындағыны айттық емес па? Ешкім айтпай отыр ғой. Кім айтпады? Көршілер емес па? Құлақсың бұл көз жүрді. Енді бұл ойынды бәрі біреу құрастырып отыр ғой. Кім болды? Мен қазір бар келейін, а? Не болды жігер? Сен шақырдық па? Жоқ, мен негізі сенің әпкеңе келгенмін. Дұрыс па? Қалайсыңдар, жақсы ма бәрі? О, кел, Маржан, отырсай. Былай ғой негізі. Дұрыс жұлдыз. Жақсы. Не үшін келдің, Маржан, сонымен? Білесіңдер ғой, мен сендердің үйлеріңе көп келмеймін. Я. Білесіңдер ма? Осы ойнап жатқан ойын біздің бір мафия деген ойынды білетін шығарсыңдар. Сол ойынға ұқсайтын сияқты. Ойя, бәріміз оны баяғыда түсініп алғанбыз. Артпасаң да білеміз. Білем, білетінім. Жалпы былай, бүгін кешке соны зерттеу үшін мен сендердің үйлеріңе қонамын. Құқтыңдар ма? Қош, мүмкін сен шығарсың мафия. Бізді ұрлау үшін. Жасқа. Құмаш, мен мамаммен бірге келем. Мен мафия болсам, баяғыда сендерді ұрлап кетер едім. Бірінші жігерді ұрлайтын едім бар ғой. Мафия ақымақ болып тұр ғой. Сен ұрлайтын едім шүрсінші. Қойыңдар шұрыспай. Сонымен не істейміз? Қонасың ба? Я, бүгін қалам. Кім ойланып жатса да жақсы ұйымдастырыпты. Болды онда. Бүгін кешке бәріміз бірге ұйықтаймыз. Маржан, бұның не енді? Қойшы мама, күніне көріп жүрген көршілеріміз емес па? Егер олардың арасында мафия болса, онда біз жеңеміз. Сонда бәрі бітеді. Далаға да шыға аламыз. Жақсы. Асхат, тым болмаса төкте жүрмейсің ба? Қойш, қорқып жатырмын мен. Сен кімсің? Мафия арамызда ма? Жігер, тұршы деймін. Не? Ақырған. Мен жаңа мафияны көрдім. Мафияны? Иә. Түрін көрдің бе? Жоқ, ол бір капюшон мен очки киіп алған. Көрінбе. Айнұр. Не болды? Тыңдай атып. Бағана Асхат мафияны көрдім дейді. Мафияны ма? Е? Арай, тұрш. Арай. Бағана Асхат мафияны көрді. Ол ана Маржанның мамасын алып кетіп бара жатыр. Тыңдашы. Сонда ол арамызда емес па? Бәрі тексеріп көру. Бәр жерді. Көрмес жағасы. Бәрі
мафия арамызда емес па? Қанша уақыт болды көргенге? Білмеймін, бір 15 минуттай болып қалған шығар. Оны орнына барып ұйықтап алдым. Енді не істейміз? Таңертең ойламайықшы. жарайды. Ұйықтаңдаршы біз. Айтпақшы Арай, сен полициясың ғой, кімді таңдайсың? Білмеймін. Сен Таңдамай таңдай салайын ба? кетесің. Жолды Мені қылайын ба? таңдасаң, менің мафия біліп алып менің жоспарымды. Мен үшін мен сені таңдаймын. Оны онда Айнұрды басқа жаққа жібермей ақ қой. Жарайды болды. Мен кім таңдаймын? Кімді таңдаймын? Таңдамай ақ қойсай. Алдағы жолдарда таңдамай жүрдің ғой, ешкім жоғалған жоқ. Сен таңдамасаң жоғалмайды. Тоқтай өкіл. Қорқып тұрмын. Ой, жат шығасың ба? Ешкімді таңдамадым. Тоқтай, мұнда бір қағаз тұр ғой. Төртінші түн. Жеңілгендер сөйлеу. Бұл Маржанның мамасы емес па? Ой, не болды? Мынаны қарашы. Тәуле деген Маржанның мамасы емес па? Иә, Сонда оны жеңілген ба? демек солай. Енді не болады? Білмеймін. Не болды? Маржанның мамасы жеңілді. Енді не істейміз? Білмеймін. Тұрдыңдар ма? Маржан мамасы жеңіліпті ғой. Я естідім. Жүріңдер, тамақ ішіп отырып бірден айтам. Сонымен Асхат, айт, түнде не көргеніңді? Бәріміз тыңдап тұрмыз. Туф, қорқып тұрмай айтуға. Мен түнде мафияны көрген сияқтымын. Мафияны ма? Кім екен? Білмеймін, түрін көре алмадым. Енді не істейтінсің білмеймін. Ал келесіде мені алып кетсеш, мен Алмайды байқап сені. қойған сияқты. Алмайсың. Менің мамамды алып кеткені қалай? Туф, енді мен не істеймін? Біздің жанымызда жүре тұр. Ой, басқа көршілерді неге алып кетпейді? Олар да ойнап жатқан шығар. Бәріміз түнде өтірік ұйықтағандай болып, жабылып ұстамасақ болмай ма? Ол қаруды болса шоды. Қорқынышты емес па? Енді бірдемелерден қорғанамыз. Бізде ештеңе жоқ қой, жай ғана тұрғанбыз. Алармен Олармен қайтып тұрғанбыз. Жарайды. Не істейміз енді айтыңдар. оны біз талдырып тастасақшы. Талдыра аламыз ба? Ұрамыз. Қайдағы оны ұрамайсың? Енді бәріміз жабылып. Көрейік онда бүгін кешке. Ям. Есіңдер ма, мафия біздің арамызда сияқты. Олай емес. Өйткені алдында Арай барып тексеріп келді ғой. Енді ол уақытқа дейін мафия орнына барып жатып ұйықтай қалады ғой. Не істейміз соны? Онда түнге жоспар айтыңдар. Да былай. Біз түнде бәріміз өтірік ұйықтаймыз. Бірақ ешкім ұйықтап қалмасын. Асхатты оятып отырамын арасында. Сонымен бізге бір рет Арай атқан болатын, ол тек қана түнгі 3-тен кейін ғана келеді. Яғни тура түнгі 3-те ол келеді. Ол күндегідей келеді. Біреуді улауға бара жатқанда, сосын оны бәріміз тұрып ұстап аламыз. Міне, керемет жоспар. Жақсы, онда бүгін кешке жасап көрейік солай. Түнгі жоспарымыз осы. Іске асып кетсін. Ойдым, ұйқым қанды. Мафия түнде келмеді да ғой. Ям. Демек ол біздің жоспарымыз біліп қойған. Ана ұйықтап қалған ғой. Ой, ұйықтаймын. Мен де біраз ұйықталғаншы. Қосқа ұйықтаған ба да. Ол өзі жақсы ұйықтады ғой.
айтпақшы не үшін мафия келмей қойды? Бәрі босқа кетті. Сол ғой. Енді не істейміз? Мафия біліп қойған сияқты. Біздің арамызда бір мафия бар. Әлде екеу болуы мүмкін. Әйтпесе ол еріккеннен келмейді ғой. Әлде үйде камера бар. Жоқ. осы үйге камера қойып қойсақ қайтеді? Білмеймін. Қойып көрейік түнде. Жарайды. Ұйықта. Ай, жақсы ұйықтап тұрдың. Басқа сондасын ұйықтағансың ба түнмен? Жүріңдер таңға ішейік. Мен сендерге сенбеуім керек еді бұрыннан бастап. Жүзбен ақсат келмей ма? Олар ұйықтаймын дейді. Сонымен айтыңдар, не үшін ұстай алмадыңдар? Әлде өзіміз ұйықтап қалдық па? Біз ұйықтамадық қой бірақ. Онда ол білген. Ал сонымен басқа жоспарымыз бар ма? Онда басқа жоспар жоқ. Арай, сен онда мені түнде таңдайсың болды. Ол біліп қояды ғой, басқа жаққа барып қойды ғой сені. Ой, енді не болады? Қалай ойлайсыңдар осы? Жүрек, айтпай қойыңызшы. Не болды? Ештеңе. Бұл тамақтарын ішіңдерші. Білесің ба, Арай? Бүгін түнде кеше Әйгерім ояу сияқты болды маған. Неге? Білмеймін, маған туған сияқты болып сезілді. Сен білесің бе, айтпақшы, мен таңертең сендерден ерте тұрып бір қағаз тауып алған болатынмын, мына тұратын жерше. Иә. Ол жерде бір көрші бізді бір апа болатын, сол жоғалып кетіпті. Көрші апа? Иә, екінші этажда тұратын. Иә. Сол ойыннан шықты деп тұр. Менің ойымша, мафия Әйгерім.